қойсаң аға, оқылсам жиі санбайсың бие, кітап оқыл жанға дауа. Осы кітапханаға. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңілдеріңіз қалай жақсы ма? Балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Қала қаптама, ақылың болса аттама. Ол не балалар? Кітап. Дұрыс айтасыздар балалар. Ендеше балалар, мына назар аударайық. Бұл бізде бөбекжайымызда жасақталған оқуға құштар бүлдіршін атты кітап көрші, иә? Бұл жерде кітаптың көптеген түрлері бар. Көлеміне қарай үлкен, әрі кішкентай кітаптар бар, иә? Сонымен қатар қазіргі заман талабына сай балалар, QR код арқылы біздер көптеген ертегілерді осы QR код арқылы телефон арқылы қарай аламыз. Балалар, сіздер қандай ертегілерді білесіздер? Қандай ертегілерді білесіздер? Бауырсақ ертегісі. Сонымен қатар қызыл келпек ертегісі, иә? Алдар көсе ертегісін білесіздер. Маша мен Аю ертегісін білесіздер, иә? Балалар, кітапты біздер оқып ұстауымыз керек, таза ұстауымыз керек. Оларды жыртуға болмайды, иә? Сызуға болмайды, мыжғылауға болмайды. Кітапты не істеуіміз керек? Таза ұстауымыз керек, иә? Таза ұстауымыз керек. Тамаша, айтады. Ендеше балалар, сіздер ертегі тыңдағанды жақсы көресіздер ме? Ендеше Гүлнара Хамидоллақызының Шалқан ертегісін тамашалайық, иә? Балалар, сендер ертегіні жақсы көресіңдер ме? Ендеше мен сендерге Шалқан ертегісін айтып беремін. Ертеде ата мен әже болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бір күні ата бақшаға шалқан отырғызады. Шалқан үлкен болып өседі екен. Ата шалқанды жылайын деп әрі тартады, бері тартады. Шалқанды жыламайды. Ата әжені шақырады. Әже атадан ұстайды. Ата шалқаннан ұстайды. Әрі тартады, бері тартады. Шалқанды ұстай алмайды. Әжесі немере қызын шақырады. Немере қызы әжеден, әже атадан, ата шалқаннан ұстап, әрі тартып, бері тартып, шалқанды жыламайды. Немере қызы күшігін шақырады. Күшік немере қыздан, немере қызы әжеден, әжесі атадан, ата шалқаннан тартып, әрі тартып, бері тартып, шалқанды жыламайды. Күшігі мысықты шақырады. Мысық күшіктен, күшік немере қыздан, немере қызы әжеден, әже атадан тартады. Атасы шалқаннан әрі тартып, бері тартып, шалқанды жыламайды. Мысық нені шақырады? Тышқанды шақырады. Тышқан мысықтан, мысық күшіктен, күшік немере қыздан, немере қызы әжеден, әже атадан, ата шалқаннан әрі тартады, бері тартады. Соңында шалқан жылынып кетеді. Яғни балалар, не келгенде шалқан жылынады екен? Не келгенде шалқан жылынады екен? Не мына балалар? Тышқан келгенде шалқанды жұлып алады. Яғни барлығы бірлесіп шалқанды жұлып алады екен. Ертегі сендерге ұнады ма? Ұнады. Жақсы бала, сіздерге көп рахмет.